Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 23 бөлімі. Жихан Серхатқа хабарласты. Серхат, кешірші мені. Кадердің әкесі кім екенін осыдан бір апта алдын білдім. ДНК сараптамасына жасаттым. Және де ол Кадердің әкесі Тибет деп айтты. Серхат ағасын кешірмейтінін айтты. Ал Зейнеп болса жұмысқа тұра алмағандығын, жолы болмайтынын барлығын Серхат мырзаға айтты. Басымды тасқа да, басқаға ұрғанға да шаршадым деді. Ал бері шығып келе жатқан кезде Жиханнан сұрады. Сен не істедің деді. Мен Серхатқа барлығында бар шындықты айтып бердім деді. Өтірік айтасың, айтпаған боларсың деді. Айттым. Тез Серхат келмей жатып қаш. Мен де қашып барам деді Жихан. Сол кезде олардың әңгімесін сырттан не болып жатыр екен деп Зейнеп қарады. Ал Жихан болса жанға хабарласып Серхаттың тапаншасын қонақ үйден тығып таста. Серхат келсе барлық тапаншаны жинап оған берме деді. Ал Берак болса қыздарды жинап алып, қыздар болыңдар ұйқыларыңнан тұрыңдар деді. Елкемнің бөлмесіне келді. Қызым тұр, менен қазір ештеңе сұрамаңдар, тез жиналыңдар деді. Мектепке барамыз ба деді Елкем. Жоқ қызым, кетуіміз керек деді. Жолда айтып берем деді. Ал Серхат болса көлік тұрағына келіп Тибетті күтті. Серхат, саған не болды? Адамды шошыттың ғой. Көлік тұрағында не істеп жүрсің деді. Сен менің әйелімнің көңілдессің бе деді. Сөйтті де аямай Серхат Тибетті соққыға шықты. Ал Тибет болса әлі де сөйлеген мұршасы болмады. Сөйтті де оны жоғары қабаттан Тибетті құлатты. Ал Серхат болса Тибетті өлді деп ойлады. Ал Серхат жоғарыдан қарап тұрды. Ал Тибет болса жоғары қабаттан құлап үсті қан жоса болып жерде жатты. Ал Берак болса қыздарды алып қашып бара жатты. Сол кезде Кадер Беракты құшақтап, апа мені де алып кетші деді. Қызым, жарайды алып кетем. Киіммен, күртешеңмен етігіңді киіп кел деді. Сол кезде Зейнеп келіп, Кадер не істеп жатсың деді. Апам мен алып кетем деді. Бірақ оны Берак алдаған еді. Зейнеп Кадердің артынан жүгірді. Кадер апасына үлгермеді. Ал Жихан Тибеттің құлап жатқан жеріне келіп Серхатты көрді. Ал қыздарға Зейнеп хабарласты. Ал қыздар телефонды алайын десе, Берак телефонды алып сөндіріп жолдан лақтырып жіберді. Сөйтіп Зейнеп Себем ханымға келді. Себем ханым, Берак қайда деді. Берак нес ханым деп айт деді. Ол қыздарды алып қашып кетті деді. Азыра ханым, сіз қайда екен білесіз бе деді. Азыра да білмейтінін айтты. Ал Равика болса Эбруға қайда барасың деді. Апа, жұмысқа барам. Таң атпай қайда барушы едің деді. Сен ұялмайсың ба? Жиханның әйелі шу шығарды ғой деді. Мен не үшін ұялуым керек екен? Ол ағамның артынан жүгіріп жүргенде мен ұялуым керек па одан деді. Сол кезде Ариф әйеліне қарап, Равика, саған не болды деді. Жай ештеңе болған жоқ деді. Түрің ашулы ғой деді. Ал сол кезде Серхат үйге келді. Ал Зейнеп қонақ үйге шығып бара жатқанда, Серхат мырза, сіз қайдасыз? Мен сізге қоңырау шалдым. Керек кезде телефоныңызды алмайсыз деді. Мен Кадердің әкесін таптым. Кадердің әкесін өлтірдім деді. Сол кезде Зейнеп жылап жіберді. Не деп? Ал Зейнеп қыздарды Берак алып кеткенін айтты. Фильмнің жалғасы бар.